автомат ауыстыру, осындай ескі щитті питаниясы үстінен кеп тұр, 100-дік автомат, соны замена сұрап тұр. Асын шешіп қойдым, үсті бірінші, екінші, үшінші деп сызықтармен көрсетіп қойдым. Яғни шатаспау үшін. Оның питаниясы дәл осы жерден сөніп тұр. Дәл екі автомат тұр, шиналар дәл осы жерден сөніп тұр. Осы автоматты ауыстыру керек болып тұр. Бізде автомат осы, 100-дік жаңа автомат. Астында креплениясы бар. Ашып қойдық креплениясын. Орнатқаннан кейін екеуін орнатып саламыз. Болды. Енді дәл осы нумерация бойынша саламыз. Екі сызық тұр, соны саламыз. Қатты қысу маңызды. Үшінші. Ал енді астындасын. Енді производствода неде жұмыс істегенде енді осындай ескі автоматтар, осындай ескі щиттер көп кездеседі. Ыңғайсыз болып отыр маған бір камерамен ұстау. Автомат қосылды. Ал енді біз воднойды қосамыз. Бізде екі вод. Так, автомат қосылды. Қазір дәл осы автомат қандай насосты қосатынын көрсетем. Дәл осы щитті, жаңағы автомат дәл осы насосты қосады. Пускатель.